Baktım. Başına bağlayınca adama kızarsın olacak. Балалар барлығымыз үйге бөлінген тапсырманы қарап отырайық. Қазір сіздерге тақтада тапсырмалар және бүгінгі сабағымыздың негізгі көріністері презентацияда беріліп тұр. Үйге қандай тапсырма берілді? Өткен жолы қандай сабақ өтті? Тақырып еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрылымы. Тақтаға қараңыздар, назар аударсаңыздар, сонда бізде қандай суреттер? Сурет сөндірсек бола ма? Көріне ме сіздерге? Яғни жоғарыда осы өткен сабаққа байланысты қандай сурет тұр? Жұмыскерлер, яғни жұмысшы мамандықтар. Мұнда бүгінгі тақырыбымыз осы тақырыптарды ашумен болады екен. Яғни өткен сабағымызды қайталап жіберсек, бұл жерде үй жұмысы бойынша сұрақ тұр, 4 сұрақ. Барлығымыз дәптерімізді ашып, күн ретін қоямыз. Бүгін 19 ақпан. Үй тапсырмасы бойынша сұрақтар беріліп тұр, 4 сұрақ. 4 сұраққа жанында сәйкестендіретін жауаптар. Осы жауаптарды қарап, сәйкесін таңдаймыз. Әрқайсымыз өз дәптерімізге орындаймыз. Орындауға 2 минут уақыт береміз. Тайм-киттер бар ма әр топта? Кім болады? Яғни уақыт қойып отыратын. Жақсы, мұнда бірінші топта Ержігіт, екінші топта Аржан, үшінші топта Айзада. Жақсы, 2 минутқа қойыңыздар. Тақтаға қарап, ойланып жауап берейік. Көрмеді ғой дейін, жауапты 1А, 2Б деген сәйкестендірумен орындауға болады. Барлығын көшіріп жүрмейді. Уақытты алады. Жауаптарын береміз. Уақытта қараңыздар, 1 минут қана уақыт қалды. Телефоныңызды сабақ уақытында дыбыссыз режимге қоямыз қалды. 1 минут қалды дейді. Сіз болдыңыз ба? Жақсы. Болғандарыңыз белгі ретінде қаламдарыңызды дәптердің ортасына қойсақ. Қалғандарын күтуіміз керек уақыттың аяқталуын. Жақсы. Ал енді балалар, барлығымыздың алдымызда мынадай бағалау парағы тұр. Әрқайсымызға жеке берілген. Осы парақты алып, ортада тұр, тақтада. Әрқайсымыз өз аттарыңызды жазып, бірінші тапсырма бойынша қазір өзара бағалау жүргіземіз. Яғни ол кезде тек қаламдарымызды ауысамыз, көршісінен қаламдарымызды ауысып, өз дәптерімізді тексереміз. Басқа оқушының қаламымен. Мейрамбек, сіз Әлішердің қаламын алыңыз. Әлішер сіздің қаламыңызды алыңыз. Жақсы. Барлығын жауап тексеріп жүрейік. Тезірек тексеріңіздер.
suraktın cevabını bersin, siz aytып беріңіз. Bir kişi dediğimiz densaulığı ve bilim ilgili bir jarabı kaldı. Ya, kim осы жауапты таңдаған болса, 5 болып саналады, иә? Балалар, бұл жерде дискриптор, әр дұрыс жауапқа 0,5 балл, яғни жалпы 4 сұраққа біз 2 балл береміз. Түсіндік қой, иә? Екінші сұрақтың жауабын іңкәр оқып беріңіз. Қазақстандағы еңбекке жарамды халықтың жас шегі қандай? 16-28 жас аралығындағы әйелдер және 16-63 жас аралығындағы ер адамдар. Жақсы, рахмет. Осы дұрыс жауап болады. Егер Айзада, Оқушылар қандай жағдайда жұмыс істей алады? 15 жастан бастап толық орта білім алған жағдайда, 14 жастан бастап денсаулыққа зиян келтірмейтін жұмыстарда. жақсы. Тура осы жауапты берген болсаңыздар, оған 0,5 балл бересіздер. Ильяс, сіз айтып жіберіңіз, 4-ші сұрақтың жауабын. Төртіншісін оқып беріңіз. Жұмыс. Жұмыс үшін бағалаудың қандай түрлері бар? Бұл санды және сапалық баға. Жақсы. Тура осы сұрақ болса, яғни әр жауабын оқып, иә? Осы жауап болып саналады. Балалар, араларыңызда осы жаста, сіздердің жастарыңыз қаншада қазір? Жұмыс жасаған балалар бар ма? Қандай жұмыс жасадыңыздар? Жасыл үйде жұмыс жасадыңыздар. Яғни ол сіздердің ешқандай да денсаулығыңызға зиян келтірмейтін жұмыс болып саналады. Қанша уақыт жұмыс жасадыңыздар сіздерде? Жүктеме қанша сағат болды? 4 сағат. Яғни жасөспірімдердің жұмыс жасауына рұқсат етіледі, егер де оның денсаулығына зиян келтірмейтіндей жағдайлар туындаса. Жақсы. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды дәптерлеріңізге жазыңыздар. Қазақстанның демографиялық жағдайын, демографиялық саясат. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстанның демографиялық жағдайына талдау жасаймыз және талдап отырып біз демографиялық саясаттың өзіміз моделін ұсынамыз. Яғни әрбір елде жүргізіліп жатқан демографиялық саясат біздің Қазақстанда да жүргізіледі екен. Енді негізгі ұғымдарды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгінгі тақырыбында негізгі ұғымдар демографиялық көрсеткіштер, туу көрсеткіші, өлім жітім көрсеткіші, табиғи өсім коэффициенті, механикалық өсім коэффициенті, жас жұмыс көрсеткіштер, демографиялық саясат деген ұғымдар. Жылдан негізгі ұғымдарды жазып аламыз. Оқулығымызда 171-ші бет, яғни бізде параграфы 43-ші параграф. Негізгі ұғымдарды жазып болсаңыздар, тақырыбымызды жалғастырайық. Осы жердегі қай ұғыммен таныс болдыңыздар осы уақытқа дейін, яғни 9-шы сыныпқа яғни қазір осы ұғымдарды біз қайталаймыз және өзіміздің Қазақстанның деңгейінде қарастырып өтетін боламыз. Жақсы балалар. Жалпы Қазақстан халқының халық санағының деректері бойынша қараңыздар, халық санының өсуі және оның ішіндегі қазақ, яғни ұлтының саны берілген мына диаграммамызда, яғни бағаналық диаграмманың көлденең түрі. Халық санағы бойынша қазіргі таңда, яғни 21-ші жылы ең соңғы санақ жүргізілді. Мән беріп қарап отырыңыздар, неше жыл сайын жүргізілетініне. Яғни бұл жерде 19 миллион халық болған екен 2021 жылы. Оның ішінде қазақтардың саны 13 миллион 400 мың адам. Яғни халықтың неше пайызын құрап тұр балалар? 70%-ына таяп тұр. Енді халық санағы деген не жалпы балалар? Кім біледі?
жылда Иә, не үшін керек жалпы санақ? Білу үшін. Не үшін білеміз ол халық санын? Не үшін бізге маңызды ол? 10 жылда жүргізілетінін айттыңыздар, дұрыс. Не себепті жүргізіледі ол? Халықтың жағдайын білу үшін. Және оларға инфрақұрылымды, әлеуметтік төлемдерді, білім беру, яғни әлеуметтік төлемдерден бөлек тағы әлеуметтік инфрақұрылым жүйелерін құру үшін. Я мысалға көшелер, автокөлік, қоғамдық көлік, оқу, балабақша, емхана деген сияқты инфрақұрылымды қамтамасыз ету керек. Әр ел өзінің халқын солардың қамтамасыз ету үшін жүргізіледі екен. Енді мінекей қандай мәселелер ескеріледі? Яғни географиялық, қай жерде тұрады, сол әр халық, одан кейін демография, яғни өсуі, немесе өлім жітімі, экономикасы, яғни әр адамның табысы есептелінеді, білім жағдайы, балабақшада немесе мектепте оқуы, немесе жоғары оқу орнында оқуы, этномәдениет, яғни әр ұлттың өзінің мәдениеті, яғни біздің еліміз қандай ұлт келеді? Қанша ұлт бар Қазақстанда? 190, яғни көп ұлтты мемлекет. Этномәдениетін білуіміз керек, көші-қон жағдайын білуіміз керек. Көші-қон деп отқанымыз біз жақында өткен едік. Яғни миграциясы, иә, келгендер мен кеткендердің санын білуіміз керек. Жарым-жандық, яғни бұл мүгедектік жағдайын халықтың білуіміз керек. Ары қарай кәсібі, жұмысы, яғни жұмыс орындары. Осындай мәліметтер қамтылады. Жалпы мақсатын жаңа айтып өттік, иә? Қандай мақсаты бар халық санағының? Енді халық санағының негізгі мақсаттарына тағы тоқтала кетейік. Әлеуметтік экономикалық дамуды жоспарлау, электоратты анықтау, яғни сайлау орны және сайлауға қатысатын болашақта азаматтардың санын, демографиялық процестерді талдау, яғни туу көрсеткіші қаншалықты жоғары, өлім көрсеткіші қаншалықты төмен деген сияқты ақпараттардың барлығын осы демографиялық процестерді талдау арқылы біледі. Әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу. Әлеуметтік бағдарлама дегеніміз не бар? Әлеуметтікті түсінеміз, иә? Бағдарлама деген не? Қандай? Иә, бағдарлама дегеніміз жалпы программалар, яғни социальный программы сіздердің әлеуметтік жағдайыңызды көтеру үшін көпбалалы отбасыларға қаржы бөлу, үймен қамту, жұмыс орнымен қамту, немесе балабақшамен қамту деген сияқты бағдарламалар. Мысалға Қазақстанда осы уақытқа дейін жүргізілген 100 аурухана, 100 мектеп деген бағдарлама болды, иә. Одан бөлек көпбалалы отбасыларды үймен, тұрғын үймен қамтамасыз ету деген бағдарламалар болды. Қазіргі таңда осы ана мен баланың денсаулығын жақсартуға арналған бағдарламалар өте көп Қазақстанда. Оның біреусі декреттік демалысқа жіберу, декреттік демалыста осы, яғни бала күтіммен отырған анаға ақша төлеу, оның барлығы әлеуметтік бағдарламаларға жатады екен. Жалпы демографиялық көрсеткіштерді жаңа айтып өтіп кеттік. Ең соңғы халық тығыздығы деген бір шаршы шақырымға неше адамнан келетінін білуге болады. Қазақстанда қазіргі халық тығыздығы қанша адам бір шаршы шақырымға? Яғни бір квадрат метрге неше адамнан келеді? Неше көрсеткіш жазылып тұр мына жерде? 7 адамнан келеді Қазақстанда. Дәл бүгінгі ақпараттың. Жалпы туу коэффициентін жаңа айтып өттіңіздер, яғни бір жылда туғандардың жалпы санының халық санына қатынасы. Мына жерде біздің туу коэффициентін есептейтін формуламыз тұр. Қазір осы формулаға байланысты біз есептер шығаратын боламыз. Енді жалпы мына туу коэффициенті жылдар бойынша Қазақстандағы туу көрсеткіші мен халық саны. Осы жерде мен туу коэффициентінің біреуін есептеп қойған болатын. Қазір барлығымыз ауызша есептеп көрейік, ол үшін калькуляторымызды алайық. Менің есебім бойынша, яғни 21 жылы туу көрсеткіші мен халық саны, туу көрсеткіші N-мен беріледі. S бұл тұрақты халық саны, иә?
оны 1000 промиллеге көбейту арқылы шығарады екенбіз туу коэффициентін. Бірінші топтан кім шығарды? Тездетеміз жылдам. Екінші топ Жан. Қанша болды? 1000-ға бөлетеміз. 20,7. Жақсы. Екіншісі 2023 жылға туу коэффициенті. Балалар бірінші бір топ мына нені көрсеткішті есептеп, екінші топ мына көрсеткішті есептеп, жылдам әрекет. Жан жауап бар ма? Он 9,6. Жазып алыңыздар дәптерлеріңізге бірінші, екінші көрсеткішті, екінші, үшінші көрсеткішті біріншіден қосып, қазір біз бөлім коэффициентін қарастырамыз. Бөлім коэффициенті деп отырғанымыз бізде бір жыл ішінде қайтыс болғандар санының халық санына қатысы, яғни оның бізде формуласы мынадай екен. Яғни жалпы өлуді, яғни өлген адамдар санын 1000 промиллеге көбейтіп, халық санына бөлу арқылы шығарады екен. Ал кетті келді, өлім коэффициенті. Мен біріншісін шығарып қойғанмын, екіншісін сіздер шығарасыздар. Үшіншісін келесі топ шығарыңыздар. Енді мен қазір жауапты осы екі топтан күтемін, себебі мына топта бізде екі жауапты да берді. Туу көрсеткіші бойынша ержігіт. Қалай есептейміз мұнда? Формулаға қоятын болсақ. Өлім көрсеткішін 1000-ға көбейтіп, оны SI яғни халық санына бөлеміз. Тағы да ержігіт болды. Ержігіт айтылсын. 6,8. Жарайсың. Келесін есептейміз. Жылдамдықта ержігіт алып жатыр. Екінші 6,6. Жақсы балалар. Өлім коэффициентін есептеген болсақ, осы жерде біз табиғи өсімді шығарар екенбіз. Яғни, қараңыздар, табиғи өсім, мынау қандай коэффициент? Туу коэффициентінен өлім коэффициентін азайтамыз. Қазір шығарыңыздар енді. Жаңағы есептің екеуін. Біріншісі 20,7 болған, одан 6,8 азайтымыз керек. Жоқ, мынау менің өзімнің шығарған емеді, жаңағы бірінші коэффициент, ол 2023 жылғы. Қанша болады екен мында? 13,9. Жақсы. Енді балалар, мұнда жеке тапсырма, барлығымыздың алдымызда мынадай тапсырма бар. Бағалау парағының артында. Бұл жерде не орындаймыз? Бағанды диаграмма жасап, диаграмма мәліметтері бойынша Қазақстан халқының саны қалай өзгергеніне баға береміз. Дискриптор бойынша 2 балл. Бұл жерде өзін-өзі бағалау жүргізіледі, қалыптастырушы бағалауда. Барлығымыз карандашымыз болса, немесе кез келген қаламмен берілген кесте ақпараттарын қолданып, бағанды диаграмма сызамыз. Орындауға 4 минут береміз. Таймкипер кім еді? Қойыңыздар 4 минут. Аружан, Ержігіт және Айзада 4 минут. Тездетіп бағанды диаграмма жасаңыздар.
2,5 minut kaldı. Bu sizlerde jeke жұмыс. Kimге көмек керек? Қолды көтеріп шақырсаңыздар болады. Бағанды диаграммасыдамыз балалар. Бағанды диаграмма жаңа біздің презентациямызда болды. Тек қана көлденең түрі болды дейді. Яғни сіздер бағана столбы, иә? Міне, бағанды диаграмманың көлденеңі сызылған болатын. Ал сіздер тігінен сызасыздар бағанды диаграмманы. Себебі сіздерге Y және X өсінде керісінше берген, иә? Y өсінде миллион адам, X өсінде жылдар берілген болады. Аяқтап қалған болсаңыздар, қол көтеріңіздер. 1,5 минут қалды. Кім аяқтады? Қол көтеріңіз. Жақсы. Уақыттың аяқталуын күтейік, одан кейін түсіндіріп өтесіздер. Қалай өзгергеніне баға бересіздер. Тездетейік балалар. Üç adam götürdüm. Dört okuşu. Sizde de neşe okuşu? Bundan dörtler. Ya bir şey. Ойланып отырмын, дәрісті қалай өзгергенін. Ойламауға болады, уақыт көп алады. Жақсы балалар, уақытты тоқтата қойыңыздар. Кеткен оқушылар қол көтеріп жауап берейікші. Әр топтан 3 оқушы болса, өте жақсы болады. Көрсетіңіз, қалай сіздіңіз бізге бағанды диаграммаңызды. Қалай өзгерген екенін айтып беріңіз. 1926 жылы ол 6,2 миллион болды. Содан кейін 1937 жылы ол төмендеп 1,5 миллион болды. Кейін 1990 жылы ол қайтадан жоғарылап 6,1 болды. Одан кейін 59 жылы ол қайтадан одан сайын жоғарылап 9,3 миллион саны құрады. Келесі 1979 жылы ол көтеріліп, ең көтерілген уақытын айтыңызшы, халық саны. 25 жылы. Қанша? 21,3 миллион адам. Жақсы, рахмет. Дінас, ең төмен халық саны қай жылдары болды және не себепті? 1937 жылы көрсетіңізші, халық санасы төмендеді. Себебі неде? Тарихи оқиғалар бар, осында. Қандай? Ашаршылық болды. Сосын тағы да бір тарихи оқиғалар болды. Қандай еді? Репрессия уақыты. Естір ма? Қазіргі таңмен салыстырғанда онда көбіне 1% халық саналы. Жақсы, рахмет. Жан сізге сұрақ, бағаныңызға қарасаңыз 1999 жылы халық санағында кему бар халық санағы. Не себепті? Тәуелсіздік алғаннан кейін қандай жағдайлар болды? Қазақстан жеріне басқа ұлт өкілдері бойынша. Жақсы. Сол өкілдердің ішінде қандай ұлттар бар? Немістер, орыстар, Украина. украиндер, тағы? Жақсы, рахмет. Мына топтан кім дайын? Айжан, Ақжан. Жақсы, сіз түсіндіре қойыңыз. Өсуі қалай байқалады? Жылдан жылға әр жыл сайын ол өскен сайын халық санағы да өсіп келеді. Сол арқылы халық саны өсті. Халық саны 20 миллион болған жылды айтыңызшы Қазақстанда. 2025
миллионнан асты. 24-ші жылы. 20 миллион халық болды. Жақсы рахмет. Отырыңыздар. Енді барлығымыз қарағымызға қарап, өзін-өзі бағалау парағында бірінші тапсырма деген тұста тапсырманы орындай алдыңыз ба, қателік жібердіңіз бе, тапсырманы орындамадым деген сұрақтар бар, соған жауап беріп, балл қоя кетейік. Егер тапсырманы орындаған болсаңыз, 2 баллды толық қоясыздар. Тапсырманы орындай алмасаңыз, немесе қандай қателік жіберген болсаңыз, жазып қойыңыз. Жақсы ма? Ал енді балалар, міне, осылай диаграмма құрастыру керек. Бағаны диаграмма деген мынадай. Кейбір балаларда шатасу бар, иә? Диаграмманы басқа түрде, яғни инстаграмма түрінде жасаған балалар бар. Сондықтан осылай түзеп алыңыздар. Келесі, екінші тапсырмада біз жұптық жұмыспен екінші тапсырманы жалғастырамыз. Яғни осында отырған екі жұп оқушы бір-бірімізге яғни тапсырманы орындайды. Бұл жерде не? Контр Matters яғни инфо сайтынан мына сілтеме арқылы кірсеңіздер, QR кодты сканерлеп. Осы жерден Қазақстанды таңдап аласыздар. Осы жердегі көрсеткіштердің барлығын анықтап, халықтың жалпы өсімін анықтайсыздар. Бұл сайттың ерекшелігі балалар, дүниежүзілік Біріккен ұлттар ұйымының сайты. Бұл жерде статистикалық ақпараттар негізінде әр елдің және әлемнің халқының өсуі және кемуі, миграция сияқты көрсеткіштер ауысып отырады. Яғни секунд сайын, иә? Өткен жолда таныс болған болатынбыз, осы сайтпен жұмыс жасаймыз. Сайтта кіргеннен кейін Қазақстанды, выберите страну деп тұрған жерден Қазақстанды таңдаймыз. Выберите страну. Иә? Сіздің жағыңызда кім? Айзада ғой, Айзада екеуіңіз қарайсыздар. Және мұнда бізде ноутбуктар тұр, иә? Ноутбукты пайдалансаңыздар болады жұппен отырған. Кімде телефон кірмей тұр? Телефондарыңызда шықты ма? Яғни выберите страну деген басасыз. Қазақстанды ашыңыздар. Сіз үшеуіңіз жұмыс жасай беріңіздер. Жұп жоқ болғаннан кейін үшеуіңіз. Тройка, иә? Үштікте жұмыс жасаймыз. Сканерлеп алдыңыздар ма? Кімде телефондарын кіре алмай тұр, ноутбуктан осы сайтты Country Matters инфо сайтын жасаңыздар. Орындауға балалар 5 минут уақыт беріледі. Тездетейік. 5 минут таймкиперлер. 5 минут қойыңыздар. Ержігіт, Аржан, Айзада. Яғни бұл жерде орыс тілінде болғандықтан мен түсіндіре кетейін, иә? Рождено в этом году деген аламыз, яғни бір жылда туылғандар саны, және умерло в этом году деген, яғни бір жылда қайтыс болғандар санын аламыз. Сол кезде бізде қандай көрсеткіш пайда болады? Туу мен өлімнің қатынасы бұл табиғи өсім. Сіздер екеуіңіз жұмыстайсыздар. Жақсы. Выберите страну дегенде Қазақстан шықты, иә? Жақсы. Секунд сайын өзгеріп отырады, балалар. Сол уақытта алған мәннен өзгертпеуге болады. Сіздерде? Жаңа айтып өтті, рождено в этом году туылғандар бір жылдың ішінде өлген адамдардың санын аласыздар. Сонымен есептейміз. Ал енді миграция бойынша кеткендер саны тұр, көрдіңіздер ма? Одан кейін келгендер саны тұр. Сол арқылы есептейміз. Тайм қостыңыздар? Тайм қоспадыңыз, қазір күндізбен қараймыз. Я туу мен өлім көрсеткішіне сіздер табиғи өсуді анықтайсыздар. Сосын келгендер мен кеткендердің саны мында мигрировало в этом году деген, иә? Именно аласыздар. Жақсы ма? Иә. Одан кейін мәнін жалпы өсімді шығарасыздар. Бүгінгі күнге. Күн жылдан болады, бір қолдарыңызды көтерсеңіздер болады. Әр қолдан болдыңыздар. Қалғанын таныстауы керек. Жалпы өсім керек бізге. Математикалық есеп жаңа формулаларыңызды қолдана отырып.
ең соңғы формуламыз бізде миграция бойынша біз формуламызды өткен сабақта танысқан болатынбыз. Мұнда табиғи өсімді n минус n болады. Келгендер бойынша миграция механикалық бойынша k келу минус k кету. Бұл қандай өсім болады? Механикалық өсім. Бұл екі сабақта танысқан дос формуламен. Тездетеміз. Ал келгендер бар. Соны осы жерде іздеп осы жаққа кірісіп кеткендердің санын жеу үшін табиғи өсім және жалпы өсім жақсы шықты. Енді механикалық өсім 371, иә? Яғни өсім қандай сальдо көрсетті? Бар, иә? Оң сальдо. Жақсы. Енді сіз осы жалпы халық өсімін анықтауымыз керек. Жалпы халық өсімін анықтау үшін біз не істейміз? Табиғи өсім мен механикалық өсімді қосамыз. Егер оң сальдо көрсетіп тұрса, механикалық өсім оны қосамыз. Егер теріс көрсетіп тұрса, алады екенбіз. Уақыт болды, негізі кім аяқтады? Жақсы. Так, екеуіңіз қайтып жіберіңіз, қандай? Табиғи өсім қандай шықты бізге? Сайтпен жұмыс жасау барысында. Табиғи өсім 0,03. Халық санын айтып жіберіңізші, дәл қазіргі моменте Қазақстанда. 20 миллион 198 мың 82 адам. Жақсы. Табиғи өсім оң көрсетіп тұр ма? Көрсеткіші? Жақсы. Енді біз жалпы өсімді анықтадыңыздар ма? Жалпы өсім қанша бір жылда? 2024 жылдың осы күнгі және 2025 жылдың, яғни 19 ақпан аралығындағы ақпарат бойынша. Яғни бізде ұдайы өсудің қалыпты, иә? Яғни келгендер мен кеткендер механикалық өсім мен табиғи өсімнің арасындағы айырма бізде табиғи өсімнің қалыпты екенін білдіріп тұр. Бұл болашақта біздің елімізде де демографиялық мәселенің пайда болуын көрсетіп тұр балалар. Енді демографиялық мәселені сіздерге жаңа ғана айтып отырған дүние. Екінші тапсырма бойынша айтасыз ба? Аружан. Қандай? Мен өзім туу өсімі 3,14 миллион болды, ал жылғы 1,20. Жақсы. Сіздерде ортаңғы топта Динар болдыңыз ба? Ақерке? Табиғи өсім 3,14, ал Жалпы өсу қанша? Жалпы өсу, халықтың жалпы өсуі. 3 бүтін. 100-ден қанша? 34 па? Жақсы, халықты өсу. Яғни демографиялық мәселе деп отырғанымыз қандай жағдайда? Халық санының көбейіп кетуі немесе азайып кетуі. Яғни демографиялық мәселе деп аталады. Балалар екі түрі бар демографиялық мәселенің: дүмпу және дағдарыс. Дағдарыста халық саны күрт азайып кетеді, ал дүмпуде бірден балалардың тууы көп болады, яғни бэби бум деген, иә, жаңағы термин осы дүмпуге байланысты қолданылады. Демографиялық проблемада халық санының күрт өсуі немесе кемуі деген мәселелер қарастырады. Қазір біз сіздерге топтық тапсырма берейін деп отырмын. Демографиялық саясатты Қазақстанның қазір өздеріңізге қажетті қандай демографиялық саясат қажет бізге? Өзіндік модельді ұсынасыздар, топта жұмыс жасайсыздар. Мына топта 6 адам және сіздерде 5 оқушы бар. Ол үшін нені пайдалануға болады? Ноутбукты және өздеріңіздің жасанды интеллекттеріңізді пайдаланып телефон арқылы біз әрқайсымыз
демографиялық саясаттың үлгісін жасап шығамыз. Жасауға 27 минут беріледі. Тайм пікірлер қойыңыздар. 7 минут берейік. Сосын постерді қорғаймыз. Қандай мәселелер қарастырылуы керек? Демографиялық мәселелерді шешуде, яғни көбейіп кетуін қалай реттеуге болады, немесе мүлдем азайып кетуін қалай реттеуге болады деген өз ұсыныстарыңызды бірге ұсынасыздар. Мысалы, сіз мұнда келіп, үштікте отырып бірге көмектесіңіздер. Топпен жұмыстар маңыздысы, топтың әр мүшесі жұмыс жасау керек. Я білесіздер, міндетті болады. Ақпарат іздеуші, жазушы, одан кейінгі дизайн оформлениесіне жауап беретін, нақты статистикалық ақпарат жинайтын оқушылар. Тастап бірге. Тез балалар. Уақытымыз болуына байланысты балалар. Екі критерийден жасайықшы. Дүмпуді қалай шешеміз және демографиялық дағдарысты қалай шешеміз. Дүмпудегі екі мәселе және тез жазамыз балалар. Дағдарыста екі мәселесін жазыңыздар. Шешудің және жарылыста. Екі мәселені жазамыз. Солар қалай шешеміз? Мысалға, сіз демограф ғалым боласыз. Немесе әлеуметтік инфрақұрылым министрі болсаңыз, халықтың жағдайын, көбеюін, азаюын қалай реттер едіңіз? В общем, жарылыс. Жоқ, дағдарыс болады. Екі мәселе. Үлгересіңіз жазыңыздар. Жақсы. Қай топ болды? Дүмпудегі көрсеткіш артып кетті. Бұл көрсеткіш. Мен соны азайту керек бізге. Халық санын азайтумен айналысатын қандай елдер бар еді балалар? Қытай, Үндістан, дұрыс айтасыз Аяжан. Жақсы, иә. Жақсы. Тура сондай саясат бізге де керек. Сіздерде уже жазылыпты ғой, төрт мәселе. Айтып жіберіңіздерші, Дилназ, Ахетке кім айтып тұр сіздерге ақпарат? Жан көмектесіп тұрмын? Болыңыздар, уақытыңыз балалар. Жақсы. Аружан, қағазыңызды көтеріп, айтып беріңізші, қандай мәселелерді шешуге тырысар едіңіз? Дағдарыста басқа елді мекенге, яғни қалаға көшу дағдарыс болған кезде. Ал келесі екіншісі бір отбасында бір немесе екі ғана баладан сан жоқ. Жақсы, бұл дағдарыстың кезіндегі проблема, не? Жақсы. Қазақстандағы демографиялық мәселелерді шешу үшін өнімділікті азайту, су деңгейін арттыру шаралары, қалалар мен ауылдардың арасындағы теңсіздікті азайту және көші-қон саясатын дамыту керек. Жақсы. Рахмет. Балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша қазір осы топтық жұмыстарыңызда кім топтық жұмысқа қатысты? Үшінші тапсырмада тоже белгілеп кетейік. Бағалау парағына жасаған. Кім белсенді болды? Кім белсенді болған жоқ? Топтық жұмыстың несі? Дискриптор бойынша екі балл болды. 2 баллды қоясыз. Ал енді сабағымызды бекіту үшін балалар мынау сілтемемен өтіңіздер және екі сұраққа жауап беріп кетсеңіздер. Мұнда да бар. Егер қажет болса. Сканер алып бар. Жақсы. Енді қараңыздар.
Үйге тапсырма балалар. Анда сұраққа жауап беріп тұрғанда үй тапсырмасын естіп алыңдар. Қазақстандағы демографиялық жағдай тақырыбын оқисыздар және өздеріңіз оқулықтар 75-ші беттегі 28-ші кестені талдайсыздар. Плюс шығады. Жаңағы сілтемемен өткен кезде сол кезде жауап жазып кетесіздер. Жауаптарыңыз қазір тақтаға шығатын болады. Астында тұр ғой сұрақтың плюс деген, добавить комментарий деген. Сол жерге қосып жібереміз. Жақсы. Сіз онда рефлексияға қатысып жіберсеңіз, бүгінгі сабақтан не қиын болды, қандай қызық болды және не алып кетесіз. Комментарийлеріңізді жаза беріңіздер, қазір тақтаға шығарамын. Жазып кеткен кезде өзі шығады. Бүгінгі сабақта жай ғана осылай. Бүгінгі сабақта мен туу және өру коэффициенттерін есептеуді үйрендім. Маған кішкене оларды есептеу қиындық туғызды. Не алып кетесіз? Формулалар бар алып кетуге. Бүгінгі сабақта мен формулаларды туу және өру коэффициенттерін Жақсы, рахмет. Рахмет Аяжан. Кері байланысыңызға енді біз бүгінгі тақтамызды көріп жіберейік. Жауабын ауызша айта салайық балалар. Сонымен сабағымызды аяқтап жібереміз. Жалпы бір жыл ішінде туғандар, бір 10 жылға шаққанда туғандар саны не деп аталып жүр? Қандай көрсеткіш? Бір жыл ішінде 10 тұрғынға шаққандағы туғандар саны туу көрсеткіші балалар. Екінші сұраққа халықтың табиғи қозғалысы дегенімізде туу мен өлімнің айырмасы. туу мен өлімнің айырмасы. Рахмет Ика. Балалар енді барлықтарыңыз мына бағалау парақтарыңызға аты жөндерін жазған болсаңыздар, барлығы толған болса маған өткізіңіздер. Осы қойған балдарыңызбен бүгінгі күн қағазын